Қостанай облысының Қарабалық ауданында асыл тұқымды ірі қараның бірінші халықаралық ашық аукционы өтті. Мұндағы шаруашылыққа Австралиядан етті Абердин ангус түлігі алғаш рет 2011 жылы әкелінген болатын. Содан бері мұхит асып келген сиырлар 2 рет төлдеп, қазір олардың саны 4000-ға жетті. Саудаға шығарылып жатқандар да осы Қазақстанда туған төлдер. Австралиядан әкелінген қарамал жергілікті климатқа барынша бейімделген. Ең бастысы оларға көп күтімнің қажеті жоқ. Күн суып қар түскенше осылай далада еркін жайылып жүреді. Ал олардың белгілі бір аумақтан кетіп қалмауын тоқ жүргізілген сым қоршау қамтамасыз етеді. Сым қоршаудың аумағы 6000 гектар, ұзындығы 220 шақырым. Жайылымдардан қайнарлар қазылып, жасанды суаттар жасалған. Бақташылардың міндеті осы қоршау ішіндегі малды сыртынан бақылау. Шаруашылық күні бүгінге дейін 550 қашар мен 100 бұқа сатқан. Алайда аукцион алғаш рет өтті. Көпшілік көрсін деп, біз сатып атқанда өзімізді араласатын кісілер осы Қарабалық, Қостанай облысынан пока алып жатыр келіп. Енді соны бүкіл Қазақстанға көрсетейік деп, көршілес Россияға көрсетейік деп. Мал тұқымын асылдандыру бағдарламасына сәйкес мемлекет елімізде осы Қарабалықтағы тәрізді 85 репродуктор шаруашылықты қаржыландырған. Бұлардың міндеті тұқымды сұрыптап, жетілдіріп, өндіруші шаруашылықтарға сату. Ресми деректерге сүйенсек, бағдарлама нәтижесіз емес. Қазіргі уақытта асыл тұқымды ірі қара малдың үлесі 12%-ға жетті. Бұл жобаның бастамасында 3-4%-дан аспайтын. Бүгінгі аукционға еліміздің бірнеше өңірі мен Ресейдің көршілес Челябі облысынан келген сатып алушылар қатысты. Бәс саудада 12-14 айлық тайшалардың бағасы 500 мыңға дейін жетті. Асыл тұқымды түлікті сатып алғандарға мемлекеттен 154 мың теңге субсидия төленеді. Мұның сыртында шаруаларды бұл түліктің жоғары өнімділігі де қызықтырады. 2 жыл үйде ұстаған бұзауды тапсырамыз 100 мыңға. Мұнда бір 7-8 айлық бұзауды тапсырамыз. 1 жылға жасын жеткізбей тапсырып, сол 100 мыңды қайдырап аламыз. Абердин ангустың бұзауларының салмағы 7-8 айда 400-450 келіге дейін жетеді. Ең ірі бұқалары 1 тоннаға дейін салмақ басады. Бүгінгі бәс саудада 200-ден астам осындай өнімділігі жоғары асыл тұқымды түлік өз иесін тапты. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.